Сәлем достар, аналар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әдеттегідей жалпы тәжірибелік дәрігер Нұрманова Асия. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз бала неге еңбектемейді? Баланың жасы 1 жасқа келді, бірақ әлі еңбектемейді. Не үшін? Көптеген аналардың қоятын сұрағы осы болып келеді. Мен сіздерге осы сұрақ бойынша қазір жауап беретін боламын. Жалпы қыздар, аналар, сіздердің қоятын сұрақтарыңыз балам неге еңбектемейді, қай кезде еңбектейді деген сияқты сұрақтар қойып жатасыздар. Баланың еңбектеуінің жалпы белгілі бір уақыты жоқ. Яғни ол мынандай айда бала міндетті түрде еңбектеуі керек деген бізде ешқандай қағида жоқ. Жалпы баланың еңбектеуі бұл көбінесе 6 және 9 айларында жүріп отырады. Ал бұл еңбектеудің қандай пайдасы бар? Оның бір пайдалы жақтары болу қажет қой. Сол туралы айтсақ, баланың еңбектеуінің пайдалы жақтарын айтатын болсақ, яғни бұл кезде баланың еңбектеуі оның барлық бұлшықеттерінің жақсы жетілуіне көмектеседі. Яғни мұнда қол, аяқ көбінесе осы бұлшықеттерінің жақсы жетілуіне, дамуына әсер етеді. Сонымен қатар мышықтың жақсы дамуына әсер етеді. Яғни сіздер мектеп кезінде биология сабағынан білетіндей, мышық бізде тепе-теңдік қызметін атқарады. Яғни бұл кезде балаларды тепе-теңдік қызметін осы мышық атқаратындықтан балалардың еңбектеуі кезінде осы мышықтың дамуы жақсы жүріп отырады. Келесі бір жақсы пайдасын айтатын болсақ, яғни пайдалы жағын, баланың еңбектеуі кезінде баланың көру қабілеті жақсарады. Және де мына ұсақ моторикалары жақсы қызмет атқара бастайды. Яғни бала алыстағы, жақындағы заттарды көріп, оларды ұстауға ұмтылады. Және де осы ұстауға ұмтылуының нәтижесінде оның ұсақ моторикасы да дами бастайды. Жалпы баланың осы еңбектеуінің дамуы мана айтып кеткендей 6 және 9 айларда жүріп отырады. Одан кейін бала өз еркімен отыра алатын болады. Одан кейін 1 жас және 1,5 жасқа дейін бала жүре бастайды. Ал кейбір жағдайларда бала мүлдем еңбектемейтін болады. Яғни өздеріңіздің қойып отырған сұрақтарыңыз бойынша. Кейбір жағдайда балалар еңбектемейді, отырмайды, бірақ 1 жасынан бастап бала бірден жүріп кететін жағдайлар болады. Ал егер де сіздің балаңыз 12 ай бойы еңбектемеген болса, мүлдем отырмайтын болса, жүру қабілеттері әлі дамымаған болса, онда сіз міндетті түрде невропатолог кеңесіне баруыңыз қажет. Аналар, қыздар, егер де менің берген мәліметтерім сіздерге пайдалы болатын болса, онда лайк басып, сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Мен сіздерге комментарийға жауап берем, немесе видео ретінде сіздерге жауабымды беретін боламын. Қазақ контентін қолдап, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.